Бауыржан Момышұлы. Ұшқан ұя. Бірінші бөлім. Менің бабамның аты Имаш. Ол 1911 жылы 92 жасында қайтыс болған. Орта бойлы, қыр мұрынды, көзі оттай жанған күшті шал екен. Оның төртінші баласы менің әкем. Әкемнің аты Момыналы, бірақ жұрт оны Момыш деп атаған. Мен туғанда әкем 50-де екен. Ол өз бетімен оқу үйренген, есепке жүйрік, аздап орысша да білетін. Кейде ол өлең айтып, айтысқа қатысатын. Жас кезінде ағаш ұстасы, етікші, зергер және аздап емші болған. Әкем өз қолымен сақина білезік жасайтын. Жұрт оның сақина білезіктерін жақсы көретін. Имаш бабам тірі кезінде ауыл жұмыстарын әкеме тапсырыпты. Ауылдағы үлкендер де «Момыш біледі, бәрін Момыштан сұраңдар» деп отыратын. Сол кезде жұрт біздің ауылды Момыш ауылы деп атайтын. Біздің отбасы еңбекқор еді. Әкем ешкімнен көмек сұрамай, өз еңбегімен күн көрді. Әжемнің аты Қызтумас, кейін жұрт оны Сары кемпір деп атаған. Ол өте әдемі, жүзінен нұры төгілген кісі болған. Әжем үнемі: «Ұлдарым әкесіне тартқан бәрі қара, қыздарым маған тартқан ақ құба, әдемі» деп айтып отыратын. Сондықтан ол ұлдарына тек ақ құба қыздарды алып бергісі келген. Сол себепті менің әкем ұзақ уақыт үйленбеген. Ол 33 жасқа дейін бойдақ болып жүрген. Бір күні көрші ауылда үлкен той болады. Тойда жастар айтысып, ән салып отырғанда әжем де барады. Ол киіз үйден әдемі қыздың дауысын естиді. Қыз бен жігіт өлеңмен сөйлесіп, әзілдесіп отыр екен. Әжем қызығып есіктен сығалап қараса, әлгі қызға өлең айтып отырған жігіт өзінің ұлы Момыш екен. Әжем қатты ашуланып: «Өзің қарасың, енді қара қыз алмақпысың, құдайым-ай!» деп айғайлап, баласын үйден қуып жіберіпті. Бірақ ол ұлын бәрібір жақсы көріп, «Түрі маған ұқсамайды, бірақ ақылы маған тартқан» деп айтып жүреді екен. Осы оқиғадан кейін әкем ұзақ уақыттан соң Байтанар руынан Рәзия атты қызға үйленеді. Сол Рәзия менің анам. Мен 3 жаста болғанымда анам қайтыс болыпты. Анамның қандай болғаны есімде жоқ. Анам туралы тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен білемін. Әжем Рәзия келінін қатты жақсы көрген. Оны жиі еске алып, дұға жасап, көзіне жас алатын. Рәзиядан 4 бала туған. Үбіш, Үбиян, Сәлима, Әлима бәрі қыз. Ал мен соңында туған ұл баламын. Үйде 4 қыз, 1 ұлмыз. Мен 1910 жылдың қысында 24 желтоқсанда туғанмын. Ол кезде әкем Әулиеатада жүрген екен. Мен туған соң атам Имаш әкеме хабар жіберіпті. Байтоқ деген адам атқа мініп, Әулиеатаға барып, әкеме «Әйелің ұл туды» деп қуанышты хабар айтады. Бәрі мәз болып, той жасап, шілдехана өткізеді. Бірнеше айдан кейін анам мені атама алып барыпты. Атам ағаш отырғызып жүрген екен. Анам: «Атасы, немереңіз бата алуға келді» дейді. Атам мені көтеріп алақанына алып: «Қырық берсем құл болма, шыбық берсем шіл болма, ең бастысы баянсыз ұл болма» деп батасын беріпті. Осы бата мен үшін өмірлік өсиет болып қалды. Әжем әкемді кейде еркелетіп Қарақатпа, кейде Тарамыс деп атайтын. Себебі ол арық, бірақ өте мықты болған. Бір күні әкемнің інісі Момынқұл әжеме дауыс көтеріп қалып еді. Сонда әжем ашуланып: «Момыштың өзі маған қарсы сөйлеген емес» деп оны үйден қуып шығыпты. Сол түні Момынқұл қой қорада ұйықтаған. Таңертең әкем оған ұрыспай ақылын айтып түсіндірген. Сосын бір аптаға басқа ауылға жіберген.
Бірақ көп ұзамай әжем оны сағынып, әлгі тентек қашан келеді деп сұрай берген.